Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бұрғылау жұмыстары немесе бұрғылау еркіндігі. Бұны біз айта кететін болсақ, айналдыра бұрғылау әдісі кезінде осы ұңғыда әр кезде сұйық айналыс циркуляцияласып жүретіндерімізді белгілі. Бұрын ол тек шламды шығару қызметін атқаратын есептелініп, осы күндері оны барлық әлем, яғни бұрғылау процесін тиянақты жүргізудің негізгі факторы деп қарайтын болды деуге болады. Бұрғылау жұмыстары кезінде сол жерде көріп тұрғандай ұңғыда, яғни айналыс жасап жүрген сұйықты бұрғылау ерітіндісі немесе жуу сұйығы деп айтатынын барлығымызға белгілі болады. Бұрғылау ерітіндісі тек шламды шығарып қана қоймай, жаңа айттым, осы ең маңызды жұмыстарды атқарады, яғни осы бұрғылау процесінің пайдалы болуын, сонымен қатар экономикалық жағынан тиімді болуын, әрі бұрғылаудың яғни қауіпсіз болуын яғни қамтамасыз ететін бір құбылыс десек болады. Бұл бұрғылау кезінде сол себепті десек болады. Бұрғылау ерітіндісінің құрамы мен оның қасиеттерін бағалау көлемді зерттелетін ғылыми практикалық тақырыптардың бірі болып саналады десек болады. Міне бұрғылау кезінде яғни жуу сұйығының пайдалану талаптарына тоқталатын болсақ, яғни бұрғылау жұмысы кезінде қабырға құратын жыныстың қалыпты жағдайы бұзылады десек болады. Сол қабырғаның мықтылығы оны құрап тұрған жынысқа байланысты, уақыт аралығындағы өзгерісіне және басқа да көптеген талаптарға, яғни факторларға байланысты десек болады. Бұл жерде айта кететін нәрсе, көп нәрсе жуу сұйығына және жуу процесіне байланысты десек қателеспеген болармыз. Жуудың негізгі міндеті, яғни ұңғыны бұрғылау процесінің пайдалылығын қамтамасыз ету десек болады. Және осы тек қана қамтамасыз етуден басқа, яғни осы қабырға бұзылмау керек, керінді сонымен қатар бүтін алынып шығу керек, және осы жыныстың бетіндегі бұзылған жағдайда жаңағыдай бұрғылауға, яғни тастың қысымы көп әсер етеді десек болады. Бұрғылау кезінде тастың қысымы жаңағы жыныстың мықтылығынан кем болатын болса, немесе жуу сұйығының әсерінен кемитін болса, осы сұйықтың гидростатикалық қысымы көбейеді десек болады, және жыныстың тезірек бұзылуы көбінесе осы қабырғаның жанында өтеді деуге болады. Ол жыныстың биолого-метеорологиялық ерекшеліктеріне немесе осы сұйықтың пайдаланып отырған физика-химиялық қасиеттеріне байланысты дер едік. Жер асты сұйығы да осы жынысқа химиялық әсерін тигізеді деуге болады. Тау жыныстарының бір қалыптылығы көбінесе жуу сұйығының үздіксіздеуі айналыс жасауына да байланысты дейміз. Және жер асты сұйығының қысымына және осы қолданып жатқан жуу сұйығына байланысты осы кей кездерде сұйықтың сіңіп кетуі біз айтамыз, мысалға судың шығуы, нефтегазы проявление деп айтты, су шығып кетеді деп айтамыз, немесе ол жаңа жұтылып кетеді деп айтамыз, яғни сұйықтың сіңіп кетуі деп отырғанымыз. Және бір қалыпсыз бұлардың көбіне де осындай бір қалыпсыз айналыс кезінде байқалатын сондай құбылыстарды айтуға. Осы жуу сұйығының сіңіп кетуі кей жағдайда, яғни бұрғылау процесін қымбаттатып жібереді, яғни көптеген бізден экономикалық жағынан жаңағыдай тиімсіз болады, яғни көп қымбаттатып жатқанымыз көп шығын кетіп қалып болады. Ал судың шығуы ол көбіне жуу сұйығының қасиеттерін жойып жібереді деуге. Яғни араласқаннан оның біздің жаңа жуу сұйығының қасиетін төмендетеді деген сөзі. Бір қалыпсыз циркуляция бұрғылау технологиясын және бұл бұзуға да әкеліп соғады деуге. Бұрғылау кезінде жуу сұйығына қойылатын талаптардың несін айтып өттім. Қабырға құратын жыныстың қалыпты жағдайы бұзылады дедім. Жаңа айтып кеткендей физика-химиялық қасиеттеріне де байланысты болады дедім. Және жер асты сұйығы да жаңағыдай осы жынысқа химиялық әсерін тигізеді дедім. Сонымен қатар тау жыныстарының бір қалыпты жаңағы көбінесе жуу сұйығының үздіксіз айналыс жасауына да байланысты болады дедім. Және суға жерге сіңіп кетеді, яғни қабатқа еніп кетеді, мысалға мұнай газ қоспасы еніп те кетеді, немесе су шығып кетеді деген сияқты осындай құбылыстар көп кездеседі. Енді
егер де саздың несі тығыздығы 2100 килограмм метр куб болатын болса, немесе берілген судың тығыздығы 1000 килограмм метр куб болатын болса, енді осыған 1 метр